Памперстің сәбиге келтіретін зияны қандай? Оның қандай пайдасы бар? Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бір рет қана пайдалануға арналған жаялықтар туралы айтамыз. Жаялықтарды көбі памперс дейді. Ағылшын тілінен аударсақ, еркелету, әлпештеу деген мағынаға ие. Бір реттік жаялықты 20 ғасырдың соңына таман Америка, Милфорд қаласының тұрғыны Виктор Миллс есімді өнертапқыш ойлап тапқан. Бүгінгі күні кез келген сәбидің жанынан табылатын жаялықтың пайдалы тұсына тоқталайық. Біріншіден, ол аналардың уақытын үнемдейді. Екіншіден, күнделікті жаялықтарды жуудан құтылуға болады. Үшіншіден, сәбидің ұйқысы тыныш болады. Төртіншіден, қонаққа барғанда, серуенге шыққанда таптырмас көмекші. Біле білсеңіз, жаялықтың да зиянды тұсы бар. Біріншіден, сәбидің дене қызуы көтерілген уақытта ағзада болатын қалыпты температураға ол кері әсерін тигізеді. Яғни, дененің 1/3 бөлігін жауып тұратын памперс компресс қызметін атқарады. Сондықтан, баланың дене температурасы көтерілген кезде памперсті шешіп тастаған жөн. Екіншіден, құрамындағы химиялық қоспалар аллергиялық дерматит тудыруы мүмкін. Үшіншіден, ата-аналар балаларының дәретке қаншалықты жиі баратынын қадағалай алмайды. Төртіншіден, қаржы шығындалады. Памперс қанша қымбат болса да, оны пайдаланғанда бірқатар ережелерді сақтау керек. Баланы бір памперсте 6 сағаттан артық ұстамаңыз. Оны 3 сағат сайын ауыстырып тұрған дұрыс. Баланың күні бойы бір памперспен жүруіне мүлде жол бермеңіз. Сондай-ақ, баланы памперске үйретпеген дұрыс. Егер бала ояу болса, памперс кигізбей терісін демалдырыңыз. Жаңадан шыққан памперсті де абайлап пайдаланыңыз. Оны ұзақ уақыт кигізбеңіз, өйткені аллергия тудыруы мүмкін.